Ал достар, қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум баршаларыңа. Біз мына жерде жиналдық, демек қазір бомба болайын деп тұр. Заруба, жестко. Жесткая заруба болайын деп тұрған жоқ. Бәрі болды, бәрі бітті. Біз просто енді сендермен амандасып жатырмық. Жаңа осы жарты сағат бұрын мынаның ішінде, Картмакстың ішінде, яғни картинг жарысының ішінде осы бесеуіміздің арамызда заруба соғыс болды, мясо болды. Намыстода ғой? Иә, жарыс шын өмірде гонка болды, андай отырып айдайтын көліктермен ше. И сол жерде уже жеңімпаз атанды. 50 мың теңгені бір адам осы жерде ұтып алды. Иә. Жестко болды. Кім деп ойлайды? Түрлеріне қарасыз, Түрімізге қараңдаршы. Сонда жазып кеттір енді. Әртүрлі камерамен жан-жақтан түсірдік, барынша өкінішке орай дрон таба алмай қалдық, үлгермей қалдық. Бірақ дегенмен өте керемет қызықты контент болды. Жайғасып отырып алыңдар. Біз бастаймыз. Чипсы колаларын дайынаңдар, видеоға лайктарын басыңдар. Go! Бізде 4 жарыс болады. Әр жарыста финишке соңғы кірген адам жалпы сайыстан ұшып кетеді. Мысалы былай, бірінші жарыста бесеуміз орынға таласамыз, ұтылған соңғы адам ойыннан шығады. Содан соң екінші жарыс, бірақ бұл жолы 4 адам сайысады. Бұл кезде де соңғы финишке кірген адам үйіне шай ішуге кетеді. Үшінші жарыс өте қиын әрі жүректе үрей тудырады, өйткені финалға жолдама алу керек, ал сенімен жарысатын 2 адам ең мықтылар. Амал жоқ, біреуі ұшады, содан соң финал. Кім жеңісті жұлып алып кеткенін көру үшін осы видеоға лайк басып жайғасып отырып алыңдар. Ош круг. Ал достар, бізде бірінші жарыста Тұрар, біздің бауырымыз ұтылып қалды. Өкінішке орай сенде бір қателік кетті. Мен ана жерде просто кіре алмай қалдым поворотқа. Бұрысқа дұрыс кіре алмай қалды, занос болды ма сенде? Иә, сол қиын болып қалды да, уақыт құртып алдым. Сол себепті өте көп уақыт құртып алған себебінен Тұрар өкінішке орай бізде ойыннан ұшып кетеді. Енді бізде 4 қатысушы қалды. Мен, Мадияр, Жандос және де Тимур. Кеттік ал. Тура. Рахмет. От души. Все, сау бол. Давай.
достар, ең қызық жерінен тоқтата тұрайын. Біз қай жерде, қандай картингте көңіл көтеріп атқанымызды сендерге айта кетейін. Бұл Астана қаласында колесо обозрениенің қасында, міне мына жерде дәл қасымызда колесо обозрение тұр. Осы колесоның қасында Карт Макс деген, міне назарларыңда адрес атауы барлығы болады, және де описанияда адресі болады, телефон номерлері болады, инстаграмдары болады. Келіңдер, осы біз сияқты жарысып осы жерде достарыңмен көңіл көтерсеңдер болады. Карт Макс барлықтарыңды осы жерде күтеміз. Бізде өкінішке орай достар, Тима ұшып кетті, өйткені Тима ең соңғы келіп жатыр. Бір айтайын дегенім, Жандос, қателік жіберме жағдай. Ал достар, бізде екінші жарыс бітті. Тұрардың қасына. Тұрар мен Тима екеуі де ақ киініп алған. Екеуі де ұтылып қалды. Тима өкінішке орай қандай қателік болды сенде? Так, мен негізі әдемі келе жатыр едім негізі. Мадиармен жарысам деп, Мадиарға жол бергенде өзім құртып алдым негізі. Занос болды ма? Иә, занос болды, өзім. Турада да сол ошибка ғой. Иә. Сол бір ошибка ғой сол. Все, давай, Тима. Бірінші келе жатыр едім, просто өзім сол скоростьті ұстау керек маған стабильно. Өкінішке орай. Мадиармен жарысам деп, Мадиарға жол бермеймін деп өзім құртып алдым. Иә, все, давай. Начинаем. Круг бітті ма? Мен машинамды ауыстырдым ше, ана алдында Тұрар айдағанға. Ол рөлі бар ғой, бос екен бұлай. Оңға соға кетіп қала береді ше. Өзімнің машинамды айдай салу керек еді, бірақ не болса да мен ұтылып қалдым. Өкінішті. Бізде енді финал. Мадияр және де Жандос екеуінің арасында кім жеңімпаз болады екен, қалай ойлайсың? Маған дайындай берсең? Саған ба? Болды онда. Ешін соғасың. Өзі қысып отыр. Жаман соқтың, бір театр емен. Қара, нони менің вообще өткен жоқ. Мен одан кезем өзі ғой, мен алдым жауып отқан. Сөйтіп соғыласың. Так, құрмет көрермендер, соңғы раунд мен Жандосқа фора беремін. Короче, кішкене фора бермесек болмайды. Сол себепті атта 5 метр атта тұрамын, қараңыздар. Достар, бізде мынандай жағдай болып тұр. Мадияр өзіне қатты сеніп тұр. Жандосқа фора беріп жатыр. Қараңдаршы, артта где-то бір 6 метр жерге тұрып алған. И Жандосты айырып өтем дейді. Көрсеңіздер болады. Ал. Жандос ештеңе демедім дейді. Мадияр ұтылып қалса өзінің кінәсі, бірақ ол өзіне сенімді. Давай ал. Мен саған сенем. Айырып жібер, давай Жандос. Мадиярдың машинасы вот реально өте мықты жүреді. Стартта мысалға мен газды басып тұрам ғой. Бірнеше секундтан кейін қозғалады ше, Мадиярдікі жұлып кетеді, Бугатти сияқты. Әне, озайын деп жатыр.
Айналып кете берем. Айналып кете берем. Не қыласың? Айналып кете береді. Вообще контролировать қылмайды. Әшейін ғой, әшейін, изи. Айттың ғой, короче. Дайындалу керек оларға. Маған жету қайда? Құтты болсын ба. Что там? Айналып кете береді, жосып көрдің ба? Тони бағанды осы жерде. Айналып кете береді? Иә. Мадияр, бізде сен менің видеоларымда, менің каналымда уже екінші рет жеңімпаз болатсың, Мықты, мықты. Ал достар, бізде видео осымен аяқталады. Мәке бізде жеңімпаз атанды екінші рет. Және де 50 000 теңге өзінің сыйын Каспиге алып кететін болады. Мадиярды құттықтап тұрсаңдар болады. Поляна ма? Бірақ Жандосқа бермеймін бірақ. Өзімізге қойдық. Болмайды. Жандос, Жандос, мен саған сенімім бар ғой. Ей, болмайды. Адам болмайды. Енді өз Машина айдағаннан кейін опыты бар ма десем. біздің елден енді Шумахер бар енді. Олимпиадаға смело жіберсек болады. Мадияр Қытайда деген. Мадияр 24-ке барам деген негізі. Жоқ, если ремаш болса мен Мадиярды ұтамын. Мен бұл енді. Ей, ана жерде бір рет таяқ жедің ба? Екі рет таяқ жемеші. После драки Мадияр бізде достойно ұтты, бәрімізді айырды. Мойындау керек. Иә, Фора бердім ғой. Иә, фора берді. Сенің артында 6-7 метрде тұр. Тоқта, мен осыны айтайын дегем. Ешкім саған фора бер деген жоқ. Мен просто Сонда да ұтты. Сонда да ғой. Форамен ұтып тұр ғой. Шоу жасады, действительно. Енді шоу жалғасын десеңіздер, комментарияға жазып кетіңдер, достар. Достар, келесіде картингте тағы да жарсамыз, ол кезде уже дронмен түсіретін боламыз. Бұйырса, бүгін дронды өкінішке орай алып келе алмадық. Сол себепті осындай видео шықты. Лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар. Мадиярды құттықтаңдар комментарийде. Сау болыңдар. Давайте. Тағы бірден айта кетейікші. Екінші час болатын болса, бұдан да қиыны бар, короче. Бұдан да тайғақ жерді. Бұл жерде вообще сырғанайсың. Дрифттен ба? Болдың ба? Соған барып құндай қаласың. Сол себептен осы видеоға 20 000 ба? Лайк? 20 000 болады. 20 000 лайк екінші час. Смело ғой. Давайте.